жоқ Турция емес, маған ана күтіп алатын адам бар ғой, Заковая замуж, сол маған айтып тұрды қалай істейтін. Немен, скайппен айтып тұрды. Әуелі билетті Атырау Алматыға алдым. Алматыдан Украинаға, Украинадан Стамбулға, Стамбулдан түскенде өзі айтып отырды, метроға отырасың. Метроға отырғанда предпоследний станциядан түстім, уже сояқтан оның өзінің танысы келді. Убайдулла деген. Сол күтіп алды ары қарай. Кездескенде мен оны танимын, осы Алматыда көрдім. Мен когда я торговля занималась, саудамен кішкене жұмыс жасағанда танимын. Чимкентте оларда да сауданың өзінің нелері болды, сауда жасайтын құттай жерлері болды. Содан зат алып жүрдім мен олардан. Содан танимын. Үйтіп қатты араласқан жоқпын, бірақ сырттай танитын болдым. Не то, что Сирия, маған андай, о кезде енді Сирия десе танымайсың ғой. Сирия вообще ата шықпан, Эмираты или Араб мемлекеті деп айтады ғой. Сонда уже анда барғаннан кейін уже сонда түсіндім. Сирия бана Шамға жатады. Шамның ішіне вообще что такое Сирия? Қайдан ол вообще естімейміз. Біз Қазақстанда ол деген ата шыққан страна емес қой. Сол мемлекет қайдан не пайда болды дегенде бана Шам мемлекетіне жатады деп айтты. Переселение просто бана Қазақстаннан мына жаққа Шам жағына келу керек. Бана Араб мемлекет жағына. Ол Египетте жатады, Сауд Аравиясында жатады. Сосын Мекка, Медина жатады. Енді үйтіп айтқан жоқ ма? Мекка, Мединаға ел, Саудияға ел деп. Бана кел сен бер жаққа, сонда көресің Араб мемлекетіне. Мына жақта мұсылманға жақын ғой, мұсылман мемлекетіне деді. Біздің жаққа қарағанда біздікі зайырлы ғой дейді. Мына жақта киініп жүреді, бана. Енді ол кезде сондай болды, мен дұрыс деп түсіндім. Былай қарасам, біздің де Қазақстанда да ешқандай против емес қой, сен киініп жүрсең де, намаз оқысаң да, ораза ұстасаң да. Но ол кезде ойладым, что действительно мемлекет, ол исламский мемлекет, сол жақ деп ойлап жүрдік. Сосын бана шейхтарды көргенде біз енді деп мындай істейсің ғой, прямо как уасхуляляли кәдімгідей андай қылып көрінетін болды. Құдіретті бол, бір атақты авторитет болып көрінетін еді ғой. Сонда ойлайтын едік, оказывается, олай емес вообще ешқалай да. Ол мысалы сен қазақ болып тудың ба, қазақ болып өлесің, сен никак араб бола алмайсың. И араб то же самое, ол ешқандай оған басқа ұлт ол менсінбейді ол. Өзі араб па, араб менсінбегенде де емес, ол өзінікін дұрыс деп санайды болды. Ол дінге қатысы бар ма, жоқ па, ол араб болды. Не арабым, другие басқаша қарайды олар. Хотя былай түрлеріне қарасаң, как гостеприимный сияқты болып көрінеді, бірақ сонда да ол өздері мұсылман санайды арабтар. Сирияда 2013-те кеттім, 2019-да келдім. 2018-дің аяғына дейін болдық қой. Қиын басында енді не чувствовалось, андай ғой, басқа ұлттың тамағы, анаған қарайсың, бір андай не істеп жүргенде сұраққа жауап бере алмайсың, бірақ ана үйіндегі күйеуің айтып отырады бана өзінің насихатын. Сен Алла жолында келдің, мысалы хиджа жасадың, Шам еліне келдің, сен Алла Тағала күнәлерін кешіреді, сен енді күнә жасамау керексің, лишний сөз айтпау керексің, сен қайтып кетем деп айтпа, себебі Алла Тағала сен кешірді, сен осы жерде қалу керексің. Мен айтамын, например, сіз өлесіз, біз кіммен қаламыз, кімге керекпіз, например, дегенде, жоқ, олай сендерді Алла Тағала қалдырмайды, ана сендерге берекет береді, бәрі болады, сен Құран сонымен жүрсең, ертең жәннатқа барасың, болды. Ешқандай ештеңеден қиналма. Ал жақсы, ал мен де ойлайын, ал балдаршы, например, балдар кімге қалады дегенде, оларды да ойлама. Оларды Алла Тағала құтқарады, олардың жолдарын, оларды адастырмайды, олардың берекесін береді. Олар Шам жерінде священное место, ол священный жер болғасын, киелі жер болғасын, оларды Алла Тағала қалдырмайды.